Одан бөлек дейді, оянзора қарау керек. Фи ахвали салаф. Салаф салих ғалымдардың хәліне, жағдайына қарау керек. Алдыңғы ғалымдар бұны не істеді? Алдыңғы бізге дейін көнбеді. Мақтаған кезде өзін қалай қабылдады? Олар дүниеге алданды ма деп, соның хәлдерін, жағдайларын қарау керек. Ва исарихим савабал ахира. Және олардың ақыреттік істерге деген, сауапқа деген қатты қызығуларын қарау керек. Аля зухрифи дуния. Дүниенің қызығушылықтарынан. Дүниенің әсемдіктерін тастап, олар дүниенің әсемдіктерін мүлде қызықпаған. Дүние ойларына кемеген екен. Тіпті айтады ғой сахабалар не дейді? Сахабаларды көрсеңіздер жындыма деп ойлайсыздар дейді. Неге? Өйткені дүниеге мүлде қызықпаған. Дүние дегенді ойлау мүмкін болмаған, яғни. Дүние айтсаң ашуланатын болған. Сөйтіп айтады дейді, егер олар бізді көрсе, бұлар иман келтірген ба деп ойлайды дейді. Неге? Өйткені біздің дүниеге деген махаббатымызды көрген шошып кетеді екен. Дүниеге деген махаббатымызды көрген кезде бұлар иман келтірген ба деп ойлайды екен. Ал олардың махаббаттары дүниені мүлде ойламайтын болған дейді да. Демек, дүниелік мақсатты тастап, дүниенің қызығын тастап, ақыретті артық көруді салаф салихтардың жағдайына қарап, демек дүниемен мақтаған уақытта бұған алданбау керек. Оның емі осы деп жатыр иншалла.